Атауына қарағанда оны біраз дем алып алайыншы деп жолға қисая кеткен погонды адам ба дерсіз. Алайда бұл жай ғана образ. Өйткені оған ас бермейді, жалақы төлемейді. Соған қарамай, ол міндетін дұрыс атқарады. Бүгін біз жатқан полицей тарихымен танысамыз. Жатқан полицей бұл қозғалыс жылдамдығын шектеу мақсатында жасалған тегіссіздік, дәлірек айтқанда көтеріңкі жер. Соңғы 10 жылдықтарда бұл бөгесін автомобильдің бәріне үйреншікті болып алды. Жатқан полицейді анықтау мақсатында белгілеген ресми термин бұл қолдан жасалған жол тегіссіздігі немесе қозғалысты еріксіз баяулату элементі. Оны ереже бойынша елді мекенді жерлерге қояды. Көбіне автожолды жаяу жүргіншілер кесіп өтетін жерлерге. Жүргізушілер асықпай жүру үшін және адамдарды соғып кетпеу үшін. Бұдан басқа мұндай дөңестерді полицейлік тексеру орындарында да қояды. Тәртіп сақшылары автомобиль мен жүргізушіні анық көру үшін. Мүмкін машина ұрланған болуы немесе ішінде қылмыскерлер отыр ма? Жатқан полицей деген сөз тіркесі бізге Англиядан келді. Дәлірек айтқанда бас кезінде онда оны sleeping policeman, яғни ұйқыдағы полицей деп атаған екен. Әрине оны қызығы үшін қоймағаны белгілі. Жаяу жүргіншілерді құтқару үшін, әсіресе балаларды. Алайда жасыратын несі бар? Тіпті ересектер ішінде жолды кез келген жерден кесіп өтетіндер де аз емес. Жолға мұндай қолдан жасалған тегіссіздіктер орналастыру басында даулы көрінді. Үлкен жылдамдықта зымырап келе жатып, жатқан полицейге соғылып, машинаны бұзып алуға болады ғой. Алайда адам өмірі кез келген темір терсектен қымбат екеніне ешкім дау айта қоймас. Сондықтан қала аумағында қолдан жасалған тегіссіздіктер орналастыру идеясы тез қолданысқа енді. Алғашында жатқан полицейдің орнына айналып өтуге болмайтын асфальттан үйілген жасанды төбешік болатын. Келе-келе машинаны да сақтау тәсілдері қарастырылды. Енді жылдамдықты жасанды түрде кемітуге арналған дөңестерді авторезинадан немесе жұқа болат кесіндіден жасайтын болды. Алайда қысқы аязда олар жиі сына береді екен. Ал жылы елдерде нені ғана ойлап таппай десеңізші. Мысалы, жатқан полицейге жарық қосу тәсілі. Бұл орайда ондағы батарейлер күндіз зарядталып, түнде энергияны шамдарға береді. Қарап отырсаңыз, осындай қарапайым жаңалықтың өзінде жетілдіре түскенін көресіз. Кейбір елдер жатқан полицейдің тіпті электроникамен тығындалған ақылды түрлерінде қоя бастады. Олар қараңғыда жер астынан шығатын көрінеді. Тек жүргізуші жылдамдықты асырып жібергенде ғана. Мысалы 40 белгісі тұр делік. Ал қызба жүргізуші бұдан әлдеқайда жоғары жылдамдықпен алаңсыз айдап келеді. Сол кезде мархабат, оның дәл алдынан жер астынан жасанды дөңес атып шығады. Оның үстіне ереже бұзғаныңды автоматты түрде фотоға түсіріп алады. Артыңнан машинаңды жөндейсің, айыппұл төлейсің. Жатқан полицейге жүргізушілер қалай қарайды? Автоәуес қойлардың дені көбінесе оларды елемейтін сияқты. Бірақ бүгінде онсыз мүмкін емес екенін түсінеді. Өйткені рульде отырғанның бәрі жол ережесін сақтай бермейтіні белгілі. Кейде жаяу жүргіншілерде жолдан өтудің ең қауіпсіз жері бағдаршамның жасыл сигналы жанған кезде немесе арнайы өтпе жол арқылы өту керек екенін ұмытады. Тағы бір жаңалық, бұл жаяу жүргіншілердің жолынан 10 метрдей әрірек төселген бірнеше қатардан тұратын аласа және жұқа гипс жолақтары. Сол жерден өтіп бара жатқанда пайда болған жеңіл селкіл жүргізушінің есіне жылдамдықты азайту керек екенін түсіреді. Бұл кезде автомобильге де зиян келмейді. Есесіне оның шуы рульде ұйықтап қалғанды да оятады. Ал кейде жолдарда желікпеу үшін оларды иректеп жасайды. Иә, миллиондаған тұрғыны бар кейбір қалалардың басшылары осындай қулықтарға да барады. Әттең, барлық жүргізушілер мен жаяу жүрушілер ақырын жүрсең алыста боласың деген ежелгі дана мәтелді есте ұстаса ғой шіркін. Заттар тарихының жаңа бағдарламасында кездескенше.